Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Баршаңызға Алланың сәлемі, бейбітшілігі мен берекесі болсын. Қал жағдайларыңыз жақсы ма, құрметті көрермендер? Сіздерде барлығы жақсы деген үміттемін. Әрқашан видеоларды қарап қолдап жатқандарыңызға көп рахмет. Бүгін сізді таң намазына оятатын 8 себепті баяндамақшымыз. Бірінші себеп: таң намазын оқыған адам түні бойы құлшылық жасағанмен тең. Осман ибн Аффан былай деп куәлік етеді: мен пайғамбарымыздың былай айтқанын естідім. Кім құптан намазын жамағатпен бірге оқыса, онда ол түннің тең жартысын құлшылықпен өткізгендей болады, ал таң намазын жамағатпен бірге оқыған адам түні бойы құлшылық жасағанмен тең. Екінші себеп: таң намазын оқыған адам Алланың қамқорлығында болады. Пайғамбарымыз: таң намазын оқыған адам Алланың панасында болады, және Алла ол үшін еш нәрсе талап етпейді деген. Үшінші себеп: адам таң намазын мешітте жамағатпен бірге оқуды әдетке айналдырса, онда оған қиямет күні сыйға нұр тартылады. Пайғамбарымыз: Алла түнде, қараңғыда мешітке барған адамның жүзін қиямет күні нұрландырады деген. Төртінші себепті айтатын болсақ, таң намазын мешітте жамағатпен бірге оқыған адам сөзсіз жәннатқа кіреді. Пайғамбарымыз: әл бардайынды орындаған адам жәннаттық деді. Әл бардайн таң намазы, фәжір, және екінті намазы, аср. Таң намазына тұрудың бесінші себебі: таң намазын қалау ұйқыдан артық және ол тағдырды жеңілдетеді. Пайғамбарымыз былай деп айтқан: таңғы ұйқы адамның ырысын азайтады. Оның мәні: таң намазы мен күннің шығу уақыты зікір жасайтын уақыт. Алланы еске алатын кез. Ибн Қайым осыған байланысты былай деген: таңғы ұйқы берекетті қашырады. Оның себебі: бұл уақыт ризық бөлінетін уақыт. Алтыншы және ең керемет себептің бірі: бұл таң намазын оқу бүкіл әлемнің байлығын қолыңа ұстағаннан артық. Пайғамбарымыз: таң намазының 2 ракағаты, сүннеті, бүкіл әлем мен оның ішіндегі бар байлықтан артық деген. Жетінші себеп: таң намазын оқыған адамға періштелер куәлік етеді. Пайғамбарымыз: сендерге түнде бір періштелер, күндіз бір періштелер алмасып келіп тұрады. Олар таң намазы мен аср намазында жиналып, сендермен түнде бірге болғандары көкке көтеріледі. Сонда Алла тағала өзі жақсы біліп тұрса да, олардан: пенделерімді қандай жағдайда тастап келдіңдер? деп сұрайды. Олар: біз оларды намаз оқып жатқандарында тастап келдік, сондай-ақ олар біз оларға барғанымызда да намаз оқып жатыр еді деседі деген. Сізді таң намазына оятатын 8-ші себеп: таң намазын оқыған кісіні Алла тағала жарылқайды және оған береке сыйлайды. Пайғамбарымыз өзі Аллаға жалбарынып: о Алла, үмметімнің таңын игі, берекелі ете көр дейтін. Видеомызды жалғастырмас бұрын маңызды хабарландыру. Қадірлі де құрметті көрермендер, ең жақсы дұғалар қайда десек, әрине бұл Құрандағы дұғалар. Сондықтан сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, береке, кешірім сұрау, иман байлығы және тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қолжетімді, арзан бағада алып үлгеріңіз. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар: пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, мыңдаған сауабы бар 6 салауат, ризық арттырудың 15 жолы мен ризық пен береке туралы 25 дұға. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз. Адамды Аллаға жақындататын нәпіл ғибадаттардың бірі дұға намазы. Бұл қандай намаз? Қандай артықшылықтары бар? Қалай оқылады? Осы секілді сауалдарға жауап іздеп көрсек. Таңертең дұға намазын оқушы кешке дейінгі қиындықтардан құтылады. Әбу ат-Дарда мен Әбу Зардан жеткен құдси хадисте: уа адам баласы, күннің басында мен үшін 4 ракағат намаз оқы, және мен сені сол күннің соңында құтқарамын делінген. Ғалымдардың бір тобы күннің басында деп дұға немесе таң намазының сүннеті мен парызы нұсқалады. Өйткені олар күн басында оқылады деген. Ал қатарында Тирмизи, Әбу Дәуд секілді хадис ғалымдары бар. Бір топ бұл намазды дұға намазы деп санап, хадисті дұға намазына арналған бөлімге қосқан. Ғалым әт-Тиби хадисті: мен сені намазыңнан кейін және кешке дейін уайымыңнан құтқарып, саған жек көрінішті болған нәрселерден қорғаймын.
Күннің басында жаныңды тазарт және мен қажеттеріңді өтеумен күннің аяғында жаныңды тазартамын, деп тәпсірлеген. Дұға намазы қай уақытта оқылады? Дұға намазының уақыты күн көтерілгеннен кейін басталып, бесін намазына аз уақыт қалғанда аяқталады. Ғалымдар оны нақтырақ есептеп, күн шыққаннан кейін 15 минуттан кейін басталып, бесін намазына 10 минут қалғанда аяқталады деп белгілеген. Мүмкіндік болса, дұға намазын күн ысығанда оқыған абзал. Өйткені пайғамбарымыз тәубе етушілердің намазы түйелердің балалары күнге қыздырына бастаған уақытта, деп айтқан болатын. Дұға намазы қанша рәкағат оқылады? Дұға намазы қосымша құлшылық болғандықтан мұсылманның ниетіне қарай 2 рәкағаттан 12 рәкағатқа дейін оқылады, және 2 рәкағаттан бөліп оқыған дұрыс. Өйткені Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Алла елшісінің 2 рәкағат дұғаны тастамауды өсиет еткені айтылса, Айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбардың күн сайын 4 рәкағат оқығандығы және қалауынша қосқандығы баяндалған. Сахабаларға өсиет етілген намаз. Айша анамыз айтады, Алла елшісі 4 рәкағат дұға намазын оқитын, және Алла қалағанша қосатын. Ғалымдар бұл намазды Алла елшісі оқыған және сахабаларын бағыттаған деген екен. Дұға намазы әр буынның садақасын алмастырады. Алла елшісі күн шыққан әрбір күні әрқайсысың денелерінде неше буын болса, сонша садақа беруге тиістісіңдер. Әрбір айтылған субханаллах садақа және әлхамдулиллах садақа. Әрбір айтылған ла илаха илляллах садақа және әрбір айтылған Аллаху әкбар садақа. Жақсылыққа шақыру садақа, жамандықтан тыюда садақа, бірақ осының бәрін таңертеңгілік оқылған 2 бас нәпіл намаз дұға ауыстыра алады деген. Сүйікті достың мұрасы. Сахаба Әбу Хурайра, менің сүйікті досым, пайғамбар, менен айына 3 күн ораза ұстауды, таңертең 2 рәкағат таңертеңгілік дұға намазын орындауды, және ұйықтар алдында үтір намазын орындауды талап етті деген. Ал Әбу Аттарда, менің сүйікті пайғамбарым көзім тірі кезде ешқашан бас тартпайтын 3 нәрсені өсиет етті. Ай сайын 3 күн ораза ұстау, дұға намазын оқу және үтір намазын оқымай ұйықтамау деген. Бұл 2 хадисте дұға намазын үнемі тастамай орындап тұрудың артықшылығын көрсетеді. Тәубе етушілердің намазы. Әбу Хурайра жеткізген басқа хадисте, дұға намазын тәубе етушіден басқа ешкім үнемі орындамайды. Шын мәнінде бұл тәубе етушілердің намазы. Дұға намазын оқушы қажылықпен умраның сауабын алады. Әнас ибн Мәлик жеткізеді, таң намазын жамағатпен оқып, содан кейін орында қалып, күн шыққанша Алланы еске алып, кейін 2 рәкағат намаз оқыса, оған толық қажылықпен умраның сауабы жазылады. Хадис ғалымдары мұндағы 2 рәкағат намаз, дұға намазы деп санаған. Дұға намазының ерекшеліктері мен дұға намазын оқыған адамға берілетін сауаптарды бір қайталап өтсек. Таңертең дұға намазын оқушы кешке дейінгі қиындықтардан құтылады. Сахабаларға өсиет етілген намаз. Дұға намазы әр буынның садақасын алмастырады. Сүйікті достың мұрасы. Тәубе етушілердің намазы. Дұға намазын оқушы қажылықпен умраның сауабын алады. Алла тағала жасаған құлшылықтарыңызды қабыл етіп, амал, ниеттеріңізге мол сауаптан жазсын. Аман сау болыңыздар.